Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Олай болса, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Екінші бөлім: заттар және олардың қасиеттері, табиғат ресурстары. 11-ші сабақ. Тақырыбы: пайдалы қазбалар қалай пайда болады? Оқу мақсаты: кейбір пайдалы қазбалар бор, әктас, көмір, алтын, саз, табиғи газ қолданылу саласын анықтау. Қазақстанның ең пайдалы қазбалары, өндірістік кен орындарын картада көрсету. Бүгінгі сабақта сен тау жынысының не екенін білесің, жер қыртысында пайдалы қазбалардың пайда болу жолдарымен танысасың. Тірек сөздер: тау жынысы, магмалық тау жынысы, шөгінді тау жынысы. Балалар, мен сіздерге сұрақ қоямын. Сіздер жедел жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: жердің қабықтарын ата. Жердің қабығы жердің ең сыртқы қатты қабаты. Жарайсың, Жанел. Екінші сұрақ: пайдалы қазба қабықтардың қайсында кездеседі? Пайдалы қазба жердің беткі қабатында кездеседі. Тамаша жауап, Тамира. Үшінші сұрақ: пайдалы қазбалардың қандай түрлерін білесің? Қатты, сұйық және газ түрінде болады. Жарайсың, Мұхит. Қыртысы: жердің беткі қабаты қатты екенін білесің. Оны жер қыртысы деп атайды. Ол миллиардтаған жылдар бұрын қалыптасып, сыртқы және ішкі күштерінің әсерінен үнемі өзгеріске ұшырап отырады. Жер қыртысының біраз бөлігі құрлықты құрайды. Біраз бөлігі су астында жатыр. Жер қыртысы түрлі заттардан құралады. Суретке қарап, жер қыртысында нелер бар екенін анықта. Олар қалай пайда болған? Өз ойыңды түсіндір. Балалар, бүгінгі біздің пайдалы қазбалар қалай пайда болады тақырыбымыздың оқу мақсаты кейбір пайдалы қазбалардың алтын, тұз, табиғи газ қолданылу саласын анықтау үшін зерттеу жұмысын жүргіземіз. Балалар, менің қолымдағы алтын алқа, ал мынау алтын сақина. Ал қолымдағы келесі алтын сырға. Бұл адам қажетіне жарайтын пайдалы қазбалар. Біздің өмірімізде, күнделікті өмірімізде аналарымыз, тәтелеріміз, қыздарымыз бұл әшекейлерді пайдаланады. Бұлар, яғни пайдалы қазбалар. Бұл ресурстар адам өміріне өте қажет. Ал келесі ас тұзы: біз балалар, аналарымыз, жеңшелеріміз күнделікті өмірге қолдана ма? Тұзсыз өмір сүре алмаймыз. Астың дәмін келтіретін тұз. Бұл да пайдалы қазбаларға, яғни бұл да адамның өміріне қажетті пайдалы қазба екен, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мен сіздерге мына сұрақтарды қойғым келіп тұр. Тау жыныстары дегеніміз не? Магмалық тау жыныстары дегеніміз не?
Шөгінді тау жыныстары дегеніміз не? Осы сұрақтардың жауабын сіздер маған WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жіберіңіздер. Білім шыңы әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды түсінгендеріңізді сары, қызыл, күлгін түстермен кері байланыс жіберіңіздер.